Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжемен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Наурыз көжеге мен 7 дән қосамын. Ол бізде ақ жүгері, сары жүгері, арпа, нут, тары, лобия және бидай. Достар, мен алдын ала дәндерін барлығын жудым, тазаладым. Содан соң су құйып, бір түнге қалдырып қойдым. Ең алдымен достар, ұзақ пісетін дәнімізді пісіріп аламыз. Ол бізде сары жүгері, ақ жүгері және лобия. Лобия дегеніміз фасоль. Осы 3 дәнімізді 1 сағаттай пісіріп аламыз. Жүгері мен лобияны 1 сағатта қайнатып алдық. Енді нут салып, арпа бидайымызды салып, 30 минуттай пісіріп аламыз. Алты дәннің барлығы жұмсарып пісіп болғаннан кейін, ең соңында достар тарыны салатын боламыз. Бұл бізде 7-ші дән. Міндетті түрде достар, менің енемнің рецепті бойынша жасап көріңіздер. Өте пайдалы, витаминге толы наурыз көже. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің наурыз көжеміз дайын болды. Өздеріңізге ұнайтын қалауыңызша айран, құрт қосуларыңызға болады.